Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз өте дәмді пицца дайындаймыз. Ендеше кеттік. Ең алдымен бізге керекті ингредиенттер: қант, тұз, жылы су, ашытқы, сұйық май, ұн керек болады. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Оның үстіне қант саламыз. Өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізбен салсаңыздар болады. Одан соң оның үстіне тұз саламыз. Тұзды да өз көз мөлшерлеріңізбен саласыздар. 1 чайный ложка немесе одан да аз саласыздар. Ол сіздердің суларыңызға байланысты әрине. Одан соң жақсылап шанышқымен араластырамыз. Шанышқы, қасық, венчик барлығы да бәрібір немен араластырсаңыздар да. Одан соң осылай ашытқымызды салып аламыз. Одан соң жақсылап араластырамыз. Өздеріңіздің 1 қасық көлемінде салсаңыздар болады ашытқыны. Жақсылап араластырып аламыз. Өте жақсы араласқаны өзі жақсы болып шығады. Енді осы біздің жасаған ашытқымызды 15 минутқа жылы жерге қоямыз. 15 минут кейін жылы жерге ұстағаннан кейін оның үстіне 2 ас қасық сұйық май құямыз. 2 ас қасық сұйық май құйып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Енді ұн салып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамырымыз міндетті түрде жұмсақ болуы керек. Жұмсақ қамыр болса, біздің пиццамыз өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде ұнды көп қоспаңыздар, өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізбен қоссаңыздар болады. Енді осы қамырды жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Ыдысымызды дайындап аламыз. Ыдысымыздың үстіне пергаментті төсеп аламыз. Одан соң мен бағанағы қамырдан менде 2 пицца шығады. Мен біреуінен қазір көлемді шығарып аламын. Менде біреуін жанынан шығарып отырып істеймін де, ал екіншісін полностью жайып жасаймын. Неге? Осылай жасап болғаннан кейін екіншісін дайындап аламыз. Енді бағанағы жасап алған пиццалардың үстіне кетчуп пенен майонез жағып аламыз. Ең алдымен майонезді құйып аламыз, немесе кетчуп бәрібір қайсысын қоссаңыздар да. Осылай екеуін де салып аламыз. Одан соң кетчупты алып, осылардың үстінен жағып алып аламыз. Неге осылай үстіне саламыз. Одан соң жақсылап араластыра отырып, арнайы осындай жаққышпенен жағып аламыз. Осылай араластырып тұрып жағу керек. Сол кезде бізде әдемі түс шығады, және де ол піскен кезде өте әдемі болады. Осылай барлық жағына жағып аламыз. Сәндеп, әдемілеп жақсаңыздар да болады. Егер бұндай нелеріңіз болмаса, қасықпен немесе қолмен де жаға берулеріңізге болады. Осындай алған өте дұрыс, және де бұл өте ыңғайлы. Осылай барлығына да жағып аламыз. Барлығын жағып, әдемілеп, сәндеп аламыз. Және де өздеріңіз қалған заттарыңызды қоссаңыздар болады. Мен алдын ала колбасаны сырды теркадан өткізіп, үккіштен өткізіп, одан кейін колбасаны майдалап турап алдым. Және де кішкене фарш қосамын. Сіздер өздеріңіз қалсаңыздар, кез келген нәрсені қоссаңыздар болады. Неге мен ең алдымен осылай колбасаларды қосып алдым. Өздеріңіз сәндеп салсаңыздар да болады, немесе дөңгелек етіп кесіп салсаңыздар да болады. Помидор, огурец бәрін де қосуға болады. Огурцы бәрін де қосуға болады әрине. Мен өте кішігірім жасадым, және де осылай бірінші колбасаны салып алдым. Үстіне фарш салдым, және де қазір енді үстіне сыр саламыз. Сырды теркадан өткізсеңіздер де болады. Мінекей біздің пицца дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де каналға тіркеліп